Сәлем құрметті достар, сіздермен Әсемнұр. Бүгін сіздермен бауы берік болсын тұрақты сөз тіркесі қайдан пайда болғаны туралы айтатын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақ халқында сәби дүниеге келгенде бауы берік болсын деп тілек айтады. Бірақ сол тілектің астарында не жатыр? Қазақ халқы дәстүрі мен діні ерте ғасырлардан бері астасып келеді. Ғалымдар бұл тілектің астарын діннен іздейді. Құран кәрімде Алланың жібіне, шариғатына жақсылап жабысыңдар деген аят бар. Пайғамбарымыз бір хадисінде кімде-кім жамағаттан бір қарыс ұзап кетсе, сөзсіз ислам жібін мойнынан шығарып тастаған болады дейді. Қазақ халқында нәпсіге құл болып, есіріп, еліріп кеткенге жүгенсіз кеткір деп жекіп отырған. Ендеше бабаларымыз жарық дүниеге келген сәбиге айтқан алғашқы тілегі әрі батасы шариғатқа байлан, бауың берік болсын деген жақсы сөз болған. Сіздермен болған Әсемнұр. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.